шынында да шекараны қорғаумен айналыссын. Балықшылар не шаруасы бар? Балықшы өзінің ішкі территориямызда балықпен айналысады ғой. Ол сыртқа шықпайды. Сыртқа шықса, онда әңгіме жоқ. Онда сен біздің шекараны бұздың, сен заңды бұздың, сен онда жауапқа тартыласың. Ал егер де ол өзінің біздің жаңағы айдыннан шықпай, территориямыздан шықпай, шекарадан шықпай балық аулап жатса, онда не шаруасы бар? Мен соны түсінбеймін. Сондықтан айтылған мәселе былай болды. Сендер балықшылардың ауына тимең. Олар балықшылардың ауын алатын көрінеді. Bir кісін алып тастайтын көрінеді, апарып сататын көрінеді. Тіпті мен кейде естимін, сол шекарашылардың өздері қызыл балық аулайды деген. Ал қараңыз, біз кімге сеніп тапсырып отырмыз шекараны? Тіпті кейбір біздің балықшылар айтады, онау Әзербайжаннан, Дағыстаннан келетін браконьерлер біздің территорияда жүріп. Шекарашы қайда? Соларды қарамаймын ма? Біздің балықшылар не шаруасы бар? Нәпақасын тауып, бала шағасын асырап отырған. Айтып отырмын ғой, біз қазір жаңағы өзгереміз десек, сондай жаңа кішкентай заттардан бәрі басталу керек. Сондықтан сол сұрақ қойғаннан кейін 3 сағат өтпей жүгіріп кетті 2 капитан первого ранга маған. Тауып алды отельдің ішінен. Сіз ол сұрақ қойып едіңіз, қандай мәселе анау деп. Мен айтамын, жақсы. Бізде сұрақ бар, сендер неге балықшыларға тиісесіңдер? Өздері шаруаларымен айналысыңдар. Телефондарын беріп, бірігіп жұмыс жасайық деп. Жасайық бірігіп. Біз ешкімнен де қашпаймыз. Балықшылар да соған мүдделі. Балықшылар енді еріккеннен теңізге шықпайды ғой. Теңізге шығып балық аулаудың өте қауіпті зат. Талай балықшылар суға кетіп қалды. Не үшін жүр ол? Өзінің бала шағасын асырау үшін жүр. Біз оларға көмектесуіміз керек. Балықшыларға. Себебі қазір үкіметтің талабы бар. Осыншама тонна біз балықты өндіруіміз керек Қазақстанда деп. Біз соған бәріміз көмектесейік. Заң жүзінен біз көмектесейік. Жаңағы несие беру жағына үкімет көмектессін. Оның жаңа құрал жабдықтарын алып беруге басқа бір құзырлы орган көмектессін. Субсидиялар берсін. Шекарашылар оларға тиемесін. Наоборот, оларды қорғап жүрсін. Міне сонда біз ел боламыз.